Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін осындай бір жасағаннан әдемі болып шығатын, қып-қызыл болып шығатын қаттама нандар жасайтын боламыз. Екі түрі. Біреуі табада, біреуі пеште пісіріледі. Бізге керектісі май, тұз, су және де ұн керек болады. Аса көп затты қажет етпейтін, бірақ дәмді шығатын қаттама нанды сіздермен бірге пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жылы суымызға тұзымызды араластырып алып, ұнымызға құйып, ұнымызды жақсылап қатты да емес, жұмсақ та емес қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Осындай қамыр болды. Және де илеп болған, дайын болған қамырдың үстіне 3 қасық сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап біркелкі болғанша илеп аламыз. Және де жылы жерге 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Ол аралықта біз ортасына жағатын майымызды ертіп аламыз. Майымызды суы, бойындағы суы кеткенше ертеміз. Мінекей 20 минут уақыт өтті. Жаңа қамырымызды екіге бөліп, бір қамырдан табаға пісіретін, қаттаманан біреуінен пешке пісіретін жасайтын боламыз. Қамырымызды әдемілеп жұқа қылып, асықпай жайып аламыз. Керекті заттарды видеоның астына описаниеге қалдырып кетемін. Сол жақтан да қарап алсаңыздар болады. Мінекей қатты жұқа емес қамырымыз дайын болды. Жаңағы ертілген майымызды көп құймаймыз. Сөйтіп құйып, барлық жеріне жағып аламыз. Майды көп құймай қойыңыздар. Мінекей бір-бірінің үстіне жабыстырамыз. Тағы да кішкене май құйып, ұзынша етіп барлығын осылай кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін жақсылап ораймыз. Қатпары көп болсын десеңіздер, екі қамырды осылай орасаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды 20 минутқа мұздатқышқа салып аламыз. Кішкене майы бойына сіңгенше. Ол аралықта екінші қамырымызды жайып, оғанда кішкене майымызды жағып, жақсылап орап аламыз осылай. Және де кішкене созып аламыз. Үлкен қамыр болып кетті. Менде бұны екіге бөліп, пешке салатын қамыр ғой. Кішкене екі қамыр жасап алдым. Бұны да кішкене уақытқа 20-15 минутқа қойып қоямыз. Ол аралықта мына қамырларымыз дайын болды. Жақсылап қатты жұқа қылмай жайып аламыз осылай, жет желпекке ұқсатып. Содан кейін қызып тұрған табаға кішкене май құйып, осылай қызартып қуырып аламыз. Мінекей бір қамырдан екі түрлі қаттамадан шықты. Дәмі енді ауыздан кете қоймайды. Бір жасағаннан кейін тағы да жасап жегіңіз келіп тұрады. Өте дәмді шықты. Негізі мен табада жасалған қаттама нанды бірінші рет жасадым. Бір жасағанның өзінде осындай күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.